Ауыл дәрігерлері суық ғимаратта жұмыс істеп жатқандарына наразы. Емдеу мекемесінің қабырғалары тозып, жарықтар 5 сантиметрден асып кеткен. 2015 жылы бізге төтенше жағдай мамандары келді. Біз бұл ғимарат апатты жағдайда деп шағымданған едік. Олар келіп ғимарат жаңа, оның 10 жылда апатты болуы мүмкін емес деді. Барлығын қарап суретке түсірді. Бірер жыл өткен соң ғана қандай шара қолдану керек екенін ойластырамыз деді. Лариса Крахмылева бұл ғимаратта 2011 жылдан бастап қызмет етіп келеді. Дәрігердің айтуынша, медициналық орын Новомихайловкадан бөлек тағы 5 ауылдың тұрғындарына емдік қызмет көрсетеді. Қазір қабырғадағы саңылаудан кірген ызғар ғимараттың ішін суытып жіберген. Люди сами приходят, им холод. Келген тұрғындар осында отырып ақ тоңып қалады. Бұл ғимарат бір күні құлап қалады ма деп қорқамыз. Оған қоса суық. Аудандық аурухананың бас дәрігері Марина Карапкованың айтуынша, ауыл тұрғындары алдағы жылдың көктеміне дейін осы ғимаратта ем алуға мәжбүр. Себебі ғимаратты жөндеу мәселесі әлі шешілмеген. Чтобы сделать это, значит, ремонт для всего здания. Ғимаратқа толық жөндеу жұмыс жасау үшін жобалық сметалық құжатқа шамамен 3,5-4 миллион теңге. Ғимаратты жөндеуге 30-40 миллион теңге қажет. Ал басқа тұрғынжай сатып алу 3 миллион болады. Қазір 100 шаршы метрден аспайтын ғимарат алу үшін жұмыстар жасалып жатыр. Петропавл қаласынан 100 шақырым жердегі Новомихайловка ауылындағы фельдшерлік акушерлік пункт ғимараты 2005 жылы тұрғызылған. Емдік мекемеде 4 мыңдай адамға қызмет көрсетіледі.